Бейнеу ауданында быйыл мектептердегі 3 ауысымдық оқыту мәселесін шешу үшін 3 мектептің жанынан қосымша ғимарат салу жоспарланған. Оның әрқайсысы 312 оқушыға шақталған. Алғашқысы қаңтар айында пайдалануға берілген, сондай-ақ бірқатар білім ордаларының техникалық білім базасы жаңартылып, жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бейнеу ауданында өткен жылғы есеп бойынша кәсіпкерлік субъектілерінің саны 3330-ға жуықтаған. Ұйымдардың төлеген салықтар ауданның ішкі кірісінің 35,3%-ын құрап отыр. Ауданның әлеуметтік экономикалық бағытта даму көрсеткіштері жайында Бейнеубек Әбілов мәлімдеме жасады. 2021 жылдың қорытындысымен 1460 тонна ет өнімі өндірілді. Бейнеу ауданы бойынша 2021 жылдың қорытындысымен жылыжайлардан 45-те 4 тонна жылыжай өнімдері алынды. Бейнеу ауданы бойынша 3 шаруа қожалық ашық егістік алаңымен айналысып, 2021 жылдың қорытындысымен 259 тонна өнім жинақталды. Жаз маусымында ауданда электр энергиясының тапшылығы сезіледі. Мәселені аяқтандыру үшін 2020-2021 жылдары ауданға 27 трансформатор орнатылып, 65 көше жарықтандырылған. Сонымен қатар Бейнеу ауылына ұзындығы 15,159 шақырымды құрайтын жоғарғы кернеулі электр желісінің құрылысы жүріп жатыр. Биыл 25 шақырымнан асатын 16 көшені жарықтандыру жоспарланған. Бұл істе ауыл тұрғындары да белсенділік танытып жатыр екен. Баспасөз конференциясында аудан әкіміне әлеуметтік желі қолданушылары тарапынан кей ауылдардан жанар-жағармай бекетін салу, қоғамдық көлікпен қамту және төрттілік малды жұттан сақтау шаралары төңірегінде сұрақ жолдады. Ауданымыздың мал саны, шартты мал саны 158 мың құрап отыр. Біздердегі осы ветеринарға хабарласып тіркелген мал шығыны 142 басты құрап отыр. Енді ауданымызда бұл ахуал бойынша ауыл шаруашылық кәсіпкерлермен күнделікті біздерде байланыс орнатылған, арзандатылған жем шөп жөнінде жеткізу, оны жаңағы жан-жақтан бізге көмек ретінде келген солтүстік Қазақстан облысы, Шымкент облысына келген шөп таратқан азаматтарға өткенде ауданымыздың бір тұрғыны алғысын жариялап, 1 наурыз күні сол азаматтарға осы сәтті пайдаланып алғыс айтамын. Сол азаматтарында жолдаған шөптерін біздер осы тегін таратып бердік. Жиында аудан әкімі өзге де әлеуметтік салалардағы атқарылып жатқан жұмыс барысын баяндап, өткен жылдың қорытындысымен бөлісті. Сондай-ақ болашақта жасалатын істер жайында да хабардар етті. Қаламқас Аманқосова, Мұқағали Нұрдәулет, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.